Сәлем достар, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге турецкий 3 саттан тұратын бөрегін жасап көрсететін боламын. Өте оңай жасалуы, әрі дәмді болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Біздің керекті бөрегіміздің салмаларын барлығын алдын ала дайындап алдым осылайша. Ең бірінші кезекте 1 килограмм жоғарғы сорыптағы ұнымызды елеп аламыз да ыдысымызға салып, жарты кесе суымызға дрожжымыз бен тұзымызды салып осылайша жақсылап ерітіп аламыз. Ерітіп алғаннан соң еленген ұнымыздың үстіне құйып 1 келкі қамыр қылып елеп аламыз. Осы рецептмен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Барлығының грамын видеоның астына описанияға қалдырып кететін боламын. Мына жерде 1 кесе ыстық суымызды құямыз да жақсылап қамыр қылып елеп аламыз. Қатты ыстық болмау керек, жылыдан ыстықтау болу керек. Осылайша жақсылап июын қандырып қамырымызды 1 келкі қамыр қылып елеп аламыз қолымыздың күшіменен. Енді кезекте осы жерде аз ғана сұйық майды құйып, жақсылап елеп аламыз қамырымызды. Қамырымыз қатты да болмайды, қатты жұмсақ та болмайды. Орташа қалыпта еленеді осылайша. Елеп алған қамырымыздың бетін пленкамен жауып, бір шетке орап қоямыз. Шамал көтерілгенше орап қоямыз. Тапамыздың үстіне аз ғана майымызды құямыз да, осылайша бір қыздырып алып, үстіне жаңағы асқабағымызды, төркалап алған асқабағымызды саламыз. Салып алғаннан соң бір қызартып қуырып аламыз. Аз ғана уақытқа қуырып аламыз майға. Бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Менде мына жерде пияздарымды барлығын ортасынан бөлемін де және блендердің көмегімен турап аламын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қандай тағам ұнатсаңыз, рецептісін сұрасаңыз жасап көрсетуге тырысамын. Алдын ала лайк басып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп, лайк басып жатқан көрермендеріме алдын ала рахмет айтамын. Турап алған пияздарымды осылайша бір бөлек ыдысқа барлығын салып аламыз. Осылайша барлығын турап аламыз. Енді кезекте қалған 2 пиязымды да осылайша 4 бөлікке бөлемін де блендердің көмегімен майдалап турап аламын. Турап алған пияздарымды жаңағы туралған пияздың үстіне оны да саламыз, ұнталған пияздардың үстіне. Енді кезекте жаңағы асқабағымыздың үстіне 1-2 қасық осылайша саламыз. 1-2 қасық дегеніміз 1 пияз, 2 пияз деген сөз. Осылайша етіп 2 пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де қызыл бұрышты осылайша жақсылап бір араластырып ерітіп аламыз. Дәміне қарай салсаңыздар болады. Енді кезекте қуырып алған асқабағымызды бір шетке бір ыдысқа салып, жаңағы босатып алған ыдысымызға салып қоямыз да бір шетке қойып қоямыз. Суығанынша күтеміз осылайша. Енді кезекте тағы да майды құйып, менде шпинатты осылайша саламыз да, бұны да бір келкі қылып қуырып аламыз. 5-10 минут қуырып алған шпинаттың үстіне тағы да осылайша етіп 1 ожау, 2 ожау, 3 ожау пиязымызды, туралған пиязымызды салып жақсылап бір араластырып аламыз 5-10 минутқа. Осылайша араластырып алғаннан соң дәмдеуіштерін саламыз. 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Қазақша каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Мен әлі талай рецептерді түсіріп көрсететін боламын. 5-10 минутымыз өтіп, тағы да қозғап бетіне дәмдеуіштерді саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрышты саламыз да ерігенінше осылайша жақсылап араластырып аламыз. Қуырып алған шпинаттарымызды жаңағы ыдысына қайтадан салып қоямыз.
Осылайша енді кезекте майымызды құямыз да бізде етімізді салып қуырып аламыз. Менде фаршымызды осылайша жақсылап қуырып аламыз. Сиырдың фаршы. Қалауларыңыз бойынша қандай фарш қолдансаңыздар болады. 5-10 минут қуырып алғаннан соң қалған пияздарымыздың барлығын осының үстіне саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз барлығын. Енді кезекте дәмдеуіштеріміз тұз, қара бұрыш, зыра және де шашлычный приправаны саламыз да, ерігенінше жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Осылайша бір шетке ыдысқа салып қоямыз да, суығанынша қойып қоямыз. Ыдысымызға бір шетке салып қойдық. Осы суығанша мен қамырым шамал көтеріліп, осыны жасаймыз. 4 бөлікке бөліп аламыз осы қамырымызды. 4 бөлікке бөліп, зуала жасап бір шетке қойып қоямыз бұларды да. Қамырымыз осылай жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр қылып илесек, өте керемет болып шығады. 4-еуін де зуала қылып болдық. Енді осыны бір шетке қойып қоямыз да, шетінен жая бастаймыз. Бірінші зуаламызды осылайша етіп жайып аламыз. Барлығын бірінші жайып алуымыз керек қамырларымызды. Бір келкі жұқа қамыр қылып жаямыз оқтаудың көмегімен. Барлық қамырларымызды жұқа етіп жайып аламыз да, дастарханды жайып, со 4 зуаланың барлығын жайып қоямыз. 10-15 минутқа жайып, шамал кептіріп аламыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып формасын шығарады. Бір зуала қамырымызды 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлеміз де бірінші кезекте ішінде салмасын жаңағы асқабағымызды салып, осылайша етіп орап аламыз. Егер шамал кептірмесеңіз, бір-біріне жабысып жөнді болмай қалады. Еш нәрсе жақпаймыз, өйткені ішіндегісін барлығын майға қуырып алғандықтан қамырымызға осылайша жайып шығамыз барлығын. Екінші кезекте шпинатымызды да осылайша етіп барлық шетіне жайып шығамыз. Шет-шеттеріне жаюымыз керек, бос қалмау үшін. Осылайша етіп ораймыз бұны да. Үшінші мәрте үшінші бөлігімізді аламыз да, осылайша етімізді салып шығамыз. Барлық шетіне жеткізіп салып шығамыз осылайша. Бұны да осылай бірінші көрсеткен тәрізді етіп, осылай етіп орап аламыз бұны да. Енді кезекте 4-ші бөлік қамырымызды алып, жайып, жаңағы бүгіп алған бөректеріміздің қамырын кезек-кезек қойып шығамыз. Бірінші кезекке шпинатты, екінші кезекке етті, үшінші асқабағымызды үстіне қоямыз. Осылайша қамырымызды шеттерінің барлық шетіне жеткізіп жауып шығамыз орап. Осылай орап, екі шетін бүгіп, қайтарып бір-біріне. Арғы бетін аударамыз да, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пешкамызға пісіріп аламыз. Осылайша етіп барлығын пісіріп аламыз. Менде осылай 4 бөлік шықты. 4 зуаладан 4 бөлік қылып шығарып алдым. Осы рецептмен жасасаңыздар болады. Қонақтарыңызға ұялмай ұсына аласыздар.
Қызып тұрған пешкамызға саламыз да піскенінше қарап қоямыз. Ендігі кезекте екінші мәрте көрсетіп жатырмын. Осылайша етіп 2-3 бөліктен қоямыз да екі шетін қайтарып осылайша қылып орап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Мына жерде екінші мәрте бүгілуін көрсетіп жатырмын. Осылайша етіп барлығын бірте-бірте бүгіп аламыз да, менің тапамның кішкентай болғандықтан осылай қисайтып қойдым. Ендігі кезекте қалған жұмыртқамыздың сарыуызын бетіне жағып шығамыз барлығын. Барлық шетіне жағып шығарып аламыз да бір пісіріп аламыз. Міне достар, менің бөрегім осылай болып пісіп шықты. Ортасынан бөлеміз де рулет тәрізді етіп дөңгелек қылып 1-2 сантиметр тураймыз. Осылайша 1-2 сантиметр қылып. Барлығын турап аламыз біртіндеп. Суытып туратсақ өте әдемі болып туралады. Ыстық кезде шамал қиындау болады. Осылайша жасап көріңіздер.